Қалайсың? Сәлем. Бәрі дайын, тұтқын қайда? Мынау сол ма? Осы ма? Осы аралға жер аударатындай ол соншалықты қауіпті ме? Римдіктердің естері дұрыс па? Тіліңе ие бол дейді. Алло, ол не істеп қойған? Dominus et Deus. Не? Dominus et Deus. Тәңір ие. Император Домициан өзін осылай атауды талап етеді. Сонымен? Тек бір ғана Құдай бар. Мен соған қызмет етемін. Сөйтіп оны осында жіберген бе? Императорды Құдай деп атамаған үшін? Оны неге өлтірмеген? Өлтірмек болған. Бірақ ол өлетін емес. Не айтпақшысың сонда? Айтып тұрмын ғой. Шал еш өлер емес. Ол әйгілі мәсіхші. Басқаларды өз құтқарушысының соңынан еруге үгіттейді. Иса Мәсіх, Құдай ұлы. Оған ескерту жасады. Қамады. Және қайнап тұрған суға лақтырды. Қайнаған суға? Е, Бірақ мәселе сонда. Қайнақ судың еш зияны жоқ. Сандырақ. Сенбейсің бе? Онда не үшін келдік? Ол өзінің Иса Мәсіхінен бас тартпайды. Және ол туралы уағыздауын тоқтатпайды. Бас тарту? Иса мен үшін және біздің бәріміз үшін өз өмірін қиды. Ол бізді Құдайға әкелу үшін күнәларымыздың құнын өтеп, айқышта өлді. Ол қайта тірілді. Ол тірі. Ол бізді өзінің куәгерлері болуға шақырды. Оның сөздері өмір және қуаныш сыйлайды. Бұл тамаша шындықты өзгелерге жеткізбей тұра алам ба? Жоқ, ешқашан. Алжыған ақымақ. Саған бұдан қандай пайда болады дейсің? Бұл жерде азап тартқанша қарттықтың рахатын көріп өмір сүрсең болмас па еді? Солай ма, Пало? Сен жауынгерсің. Дәл солай, шал. Адал жауынгермін, және қашанда солай болам. Онда сен өзің сенген нәрсені қорғаудың не екенін түсінесің. Осы аралда Мәсіх үшін бұғауда отыру маған үлкен құрмет. Ал саған ше, империя үшін осында болу саған құрмет пе? Я, Тик, ол сені тығырыққа тіреді. Шынымен де оның есі ауысқан екен. Бірақ, шал, сен оны қайдан білесің? Әлгі Исаның өз айтқандай қалай еді? Құдай ұлы ма? Өйткені мен сонда болдым. Әуел бастан бір белгілер және пайғамбарлық сөздер болды. Осылайша сендерге Құдайдың өзі белгі береді. Бәк қыз құрсақ көтеріп, ұл табады. Оның атын Эммануил деп қояды. Яғни бұл Құдай бізбен бірге дегенді білдіреді. Бәк қыз? Бәк қыз? Бұл мүмкін емес. Құдай үшін бәрі мүмкін. Ол Галилеялық қызға періштесін жіберді. Сәлем саған, Құдай жарылқаған жан. Не? Сен? Сен кімсің? Қорықпа, Мариям. Саған Құдай рахмын түсірді. Енді құрсақ көтеріп ұл табасың. Оның атын Иса деп қоясың. Ол өте мәртебелі болып, Құдай тағаланың рухани ұлы деп аталады. Оның патшалығының шегі болмайды. Бірақ бұл қалай болады? Менің күйеуім жоқ қой. Саған киелі рух қонады.
Сондықтан да сен табатын келі бала Құдайдың рухани ұлы деп аталмақ. Пайғамбарлық орындалып, дүниеге сәби келді. Мәриямға және нәрестеге қамқор болу үшін Құдай Жүсіп атты жақсы адамды таңдап алды. Нәрестені жек көріп, оған зұлымдық жасағысы келген адамдар да болды. Мәриям, тездет, кетуіміз керек. Жүсіп? Не болды? Не істеп жатырсың? Нәресте. Оған қауіп төніп тұр. Олар балалар емес пе? Сонда не істеуім керек? Мен Израильдің, Яхудилердің патшасымын. Және патшалығымды ешкіммен бөліскім келмейді. Бұл жай ғана пайғамбарлық. Оның орындалмауы да мүмкін. Онда не айтылған? Бірақ сен, Бетлехем, мыңдаған өзге яхудилердің арасында буымсыз болсан да, Израильді басқарушы сенен шығады. Ғұламалар айтқан! Яхуди патшасының дүниеге келген білдіретін жұлдыз әне тұр! Мен мұның іске асуына жол бермеймін. Мен Яхудея патшасымын. Тағымды ешкіммен бөлісейін деген ойым жоқ. Естіп тұрсың ба? Ешкіммен! Менің кішкентай Исам. Тезірек. Жасы екіге толмаған сәбилердің бәрін өлтіріңдер. Ешкімді аямаңдар. Өлтіріңдер. Олар Мысырға қашып кетті. Және Ирод қайтыс болғанға дейін сонда болды. Кейін олар Исраильге қайтып оралды. Иса жасы 30-ға толғанға шейін ата-анасымен бірге тұрды. Әлгі жақия шомылдырушы өзін кім деп атайды? Біз дәл осыны анықтап, бұл туралы бас діни қызметкерге баяндауға тиіспіз. Мына ақмақтардың бәрі оның жанына жиналып алды. Қараш, есі ауысқан біреудің жанына жиналғанша ғибадатханаға бармай ма? Тәубеге келіңдер, себебі Құдай патшалығы орнайтын кез жақындап келеді. Тәңір иеге жол дайындаңдар. Қара, олар тағы да келіпті. Баяғы сұрақтармен келген болар. Бізге көмектесші, құтқарылу үшін не істеуіміз керек? Тәубеге келіңдер, құтқарылуды қалайтын болсаңдар, жазбаның бұйрығын орындаңдар. Жаратушыға жол дайындаңдар. Түзу қылып оған жол салыңдар. Құтқарылуымыз үшін не істеуіміз керек? Мұсаның заңын орындаңдар. Ей, ұлы жыланның ұрпақтары! Біз бе? Тәубеге келіңдер! Сен бізге айтып тұрсың ба? Тәубеге келу? Мұсаның заңдарын біз сендердің кез келгеннен артық ұстанамыз. Сонда не үшін тәубеге келуіміз керек? Сендер Ибраимның ұрпағы болғандықтарынан ғана келешектегі қаһарлы жазадан құтыламыз деп ойлайсыңдар ма? Сендерге айтамын, Құдай мына тастардан да ұрпақ жасап бере алады. Жетеді. Шыныңды айт. Сен мәсіхсің бе? Бізді құтқаруға жіберілген құтқарушы сенсің бе? Мен айдалада Құдайға жол дайындаңдар деп айтатын хабаршымын. Мен сендерді шомылдыру рәсімінен өткіземін. Ал менен кейін келе жатқанның құдіреті менен күшті.
Мен оның кебісін әперуге де жарамаймын. Мен сендерді суға шомылдырамын. Ал ол сендерді киелі рухпен және отпен шомылдырады. Осы жеткілікті. Тіпті шамадан тыс деуге болады. Сен маған келдің бе, Иса? Жоқ. Қайта мен саған баруға тиіспін. Жоқ, бұл Құдайдың еркі. Біз оны орындауға тиіспіз. Бұл менің сүйікті ұлым. Шомылдыру рәсімінен өткеннен кейін ол оңашада мінәжат етіп, ораза ұстау үшін айдалаға кетті. Иса 40 күн болып ораза ұстады. Оның тәні әлсіреді, бірақ рухы күштеді. Иса! О, Иса! Керемет! 40 күн ораза ұстау, қарашы. Тәбет шақырама? Егер шынымен де Құдай ұлы болсаң, онда мына тастарды нанға айналдыршы. Қарныңды тойдырып ал. Бұл сенің асқазаныңның ауруын басады. Қарныңды тойдырып ал. Адам тек нанмен ғана емес, Құдайдың аузынан шыққан әрбір сөзімен өмір сүреді делінген ғой. Ақымақ! Онда кім екеніңді дәлелде. Төменге қарай секір. Періштелеріне аяғыңды тасқа соғып алмауың үшін сені қолдарына көтеріп алып жүруді бұйырат деп жазылған ғой. Сондай-ақ Құдай еңді еркінсіп сынама деп те жазылған ғой. Олардың бәрінде саған беремін. Егер аяғыма жығылып, маған ғибадат етсең, олардың бәрінде саған беремін. Әскер беремін. Ойлан, Иса патша! Жоқ! Кет қасымнан, шайтан! Мен тек Құдай иеме ғана тағзым ететін болам. Тек жалғыз соған ғана қызмет етем. Тезірек! Ауды тартыңдар! Бекер әурелендік. Түні бойы теңізде болдық. Түні бойы. Не үшін әурелендік? Еңсеңді көтер, Шимон. Біраздан соң төсегіңде ұйықтап жататын боласың. Егер салық жинаушылар төсегімді алып кетпесе. Шимон! Бауырларымызда қырсыққанда жоқ бап көрінбей кетті ғой. Жақып, Шимон, айтсам сен бейсіңдер. Тура уақытысында келдіңдер. Інішек, жалпы бұл жерде біз жұмыс істеп жатырмыз. Білемін, Жақып, бірақ кешігуімнің себебі бар. Оның болғаны жақсы еді. Біз оны таптық. Кімді таптыңдар? Құтқарушыны. Құтқарушыны?
шомылдырушы бізді оның соңынан еруге шақырды. Біз барып, онымен әңгімелестік. Иә, түні бойы. Түні бойы? Көреміз. Түні бойы? Ол жерде жұмыс көп. Біз түні бойы жұмыс істедік. Ал сендер екеуің болсаңдар. Сен кімсің? Сонымен, сен кімсің? Исамын. Бұл сол, әлгі адам. Құтқарушы, Назареттік Иса. Шимон, сабыр ет. Құтқарушы? Біз күткен құтқарушы ма? Назареттік нажарлы ма? Бұл рас, Шимон. Қайықпен әрірек барыңдар. Не? Не үшін? Сендерге балық керек пе? Мен шықпаймын. Біз түнімен еңбек еттік. Ештеңе ұстай алмадық. Мен... Қане, Шимон, Жақып, неміз кетеді? Сен бәрібір түнімен ұйықтамады. Жүр, бұдан не шығатынын көрейік. Жарайды. Мен мұны ақмақ ойларыңнан арылу үшін істейін. Бірақ ертеңгі бар жұмысты екеуің істейсіңдер. Ауларыңды мына жерге салыңдар. Осы әурешілік. Ештеңе шықпайды. Оятарсыңдар егер... Шимон! Шимон, қара, келші мұнда, көрші. Кел, бізге көмектес. Өте көп! Оу жыртылатын болды, бізге көмек қажет. Қайық, тағы бір қайға келіңдер. Ием, тәңірім. Өмірімізде мұнша балық ұстаған емеспіз. Мұндай табыс тапқан емеспіз. Мынау 2 теңге, ал мынау және мынау 3 теңгеден. Ұстаз, өтінемін. Маған жақындамашы. Мен күнәһар адаммын. Қорықпа, Шимон Петр. Соңымнан ер. Бұл нені білдіреді? Соңымнан ер, Петр. Бәрің соңымнан еріңдер. Мен сендерді адам аулаушы етіп жасаймын. Дәл, қазір ме? Ия, Петр. Бірақ, бұл біздің ең көп балық аулағанымыз. Сен адам аулаушы боласың. Біздің шаруамыз құрайтын болды. Бұл жақсы емес. Тоқтаңдар! Мені күте тұрыңдар!
Бұл Шимонның үйі ме? Назареттік Иса осында тоқтады ма? Иә, бірақ үйде аяқ басар жер жоқ. Мен өте көп балық аулаған керемет естідім. Және су шарапқа айналған дей ме? Иә, мен де бұл туралы естідім. Тағы да Иса жыны бар жігітті азат етіпті. Иә, нағыз кереметтің өзі. Мен де сол жерде болып, бәрін өз көзімен көрдім. Тағы да мен оның Петрдің енесін сауықтырғаны жайлы естідім. Бейшара әйел төсекке таңылып жатушы еді. Ал қазір ол да осы жерде жүр. Құдайдан сұраңдар, сонда береді. Іздеңдер, сонда табасыңдар. Есікті қағыңдар, сонда ашылады. Себебі сұрай берген әркім алады. Іздей берген табады. Қағып тұрғанға Құдай есік ашады. Жай ғана сұрасаң болды ма? Иә, жай ғана сұра, сонда аласың. О, жоқ! Жоқ! Сендер не істеп жатырсыңдар? Шатырым! Сендер менің шатырымды қираттыңдар! Өтінем, көмектесіңізші. Маған көмектесіңізші. Менің ауырып жатқаныма көп жыл болды. Көмектесіңізші. Ем, сенің кереметтер жасайтыныңды естідік. Сен оған бір нәрсе істей аласың ба? Тым болмаса бір нәрсе. Тыныш, қайырымды ұстаз не істейді оған? Оны үйіне апарыңдар. Ұстаз, мен білемін. Сені Құдай естиді. Ұстаз, көмектесші. Бәрі жақсы. Сенің күнәләрің кешірілді. Оның күнәларын кешірілгенін айтты ма? Бұл не деді? Күнәларының кешірілгенін айтты. Бұл мүмкін емес. Ол не деді? Бұл Құдайға тіл тигізу. Күнәларды тек Құдай ғана кешіре алады. Құдайға тіл тигізу. Айтшы, сенің күнәләрің кешірілді де оңай ма? Әлде тұрда жүре бер деген оңай ма? Бірақ біліп қойыңдар, менің күнәларды кешіру билігім бар. Тұрда төсенішіңді алып жүре бер. Рахмет, Тәңірім, рахмет. Бұл керемет, нағыз керемет. Айттым ғой саған. Ол Құдайға тіл тигізуші. Өз көздеріңізбен көрдіңіздер ғой. Біз сонда болдық. Ол сал адамды сауықтырды. Бұл жерде мұның еш қатысы жоқ. Адамды сауықтыру бір басқа. Бірақ күнәларды Құдайдан өзге ешкім кешіре алмайды. Құдайға тіл тигізуші, қалай ғана батылы барды, қалай ғана. Уақыт келді. Аспан патшалығы арамызда. Күнәләрің кешірілгені жайлы ізгі хабарға сеніңдер. Ол әр қайсыңызға қатысты. Ол бәрімізге ортақ. Тезірек, мен күні бойы болмаймын. Бар жиғанымыз осы. Сіз... Жоқ, не болса да мен бұлай істей алмаймын. Қалай дегенде де бұл аз. Ал енді барыңдар. Бірақ бұл шындық қой. Жетеді. Керемет. Бұл.
Бұл менікі. Бұл Матай ғой, салықшы. Ол римдіктерге салық жинайды. Және өзіне де аздап жымқырады. Адамдар сені жақтырмайтын секілді. Ха, ондайлар бар, бірақ саған бәрібір секілді болып көрінеді. Әрине жоқ. Ей, Матай! Та бір жұтым шарап. Болды, жетеді саған. Құдайым-ай, онымен байланыспай-ақ қой. Адамдар айта береді, сен міндеттісің. Тоқтай тұршы. Сен әлгі бәрі айтып жүрген жаңа пайғамбарсың ба? Назареттен шыққан Иса. Тегізбе оған қолыңды. Саған не жоқ? Мүмкін ол қарсы емес шығар. Сенің кім екеніңді білемін. Науқасты қалай соқтырғаныңды көрдім. Күнәлардың кешіретіні жайлы айтқандарыңды да естідім. Мен сені Құдайдың жібергеніне сенемін. Онда соңымнан ер. Матай қасиетті адамның соңынан ереме. Олар дұрыс айтады ем. Мен жаман адаммын. Егер жақсы болғаныңда мен сені шақырмас едім. Жүр, Матай, соңымнан ер. Бұл туралы сен не ойлайсың? Ұмытып қалдың ба, Шимон? Иса көлге ауыз салуды бұйырды, және содан кейін қайғымыз балыққа толды. Содан соң аулаушы екенімізді айтты. Адамдардың? Сен және мен сияқты адамдарды, тіпті салық жинаушыларды бәрін аулайтын боламыз. Өмір бұрынғыдай болмайды. Шимон, бұрынғыдай болмайды. Иса науқастарды сауықтыру арқылы адамдарды таңғалдыруын жалғастыра берді. Маған жаратқан ие өзінің рухын қондырды. Ол мені жарлыларға ізгі хабар жеткізуге тағайындады деген пайғамбарлық осылайша орындалды. Сондай-ақ тұтқындарды босатып, соқырларға көре алатындарын жариялауға, езілгендерді қанаудан азат етуге және өзінің кешірім беретін мейірімділігін жариялауға жұмсады. Көмектесіңізші, мен зағиппын. Өтінемін, көмектесіңізші. Не? Сіз не істеп жатырсыз? Не бұл? Мен көремін. Көретін болдым. Мен көре аламын. Не? Мен көре аламын. Оны бүлікші деп айттым ғой, алдамшы. Келсемін. Шарапшылар, салық жинаушылар, зинақорлар, ол өзінің күнәларды кешіре алатынын айтады. Бұл деген Құдайды қорлау ғой. Онда біз нені күтіп тұрмыз? Біз Мусаның заңын ұстанушылармыз. Бұл иесіздікті тоқтату біздің парызымыз. Әрекет етуіміз керек. Бірақ сендер оның кереметтерін көрдіңдер ғой. Ол науқастарды сауықтырды, тіпті өлгендерді қайта тірілтеді. О, қойыңдаршы. Науқас жігіттің жағдайы жақсарыпты. Және бізде өлген адам қайта тіріліпті. Адамдар не айтпайды. Бірақ бүгін Зағиптың көзі көріп кетті ғой. Осы ғибадатханада, бәріңнің көз алдарыңда. Немесе солай деп айтады. Осы кереметтердің шынайы екеніне қалай көз жеткіземіз? Нүкеден мырза, міне, мына адам. Бұл керемет деп тұрмын ғой.
адамдарды мұнда не үшін әкелген? Түсіндіруге рұқсат етіңіз, өтінем. Айтыңызшы, бұл сіздің ұлыңыз ба? Иә. Ол не, зағип болып туылды ма? Дәл солай. Енді ол қалай көріп кеткен? Біз білмейміз. Ол ержеткен бала ғой. Өзінен сұраңыздар. Өзіңді қорғау үшін не айта аласың? Мен көре аламын. Мен көрдім. Ол пайғамбар. Ол мені сауықтырды. Бұл шындық. Бұлай тұр. Егер сен көре алатын болсаң, бұл сен айтып отырған адамның емес, Құдайдың әрекеті. Себебі біз ол адамның күнәһар екенін білеміз. Күнәһар? Ол күнәһар ма, жоқ па, білмеймін. Бар білетінім, мен өмір бойы зағип едім. Ал қазір мені көремін. Бұл қалай? Ол мұны қалай істейді? Мен білмеймін. Мен оны табатымызға сенімдемін. Сіздер оның соңынан ергендеріңіз келе ме? Жоғал! Мүмкін сен оның шәкірті боларсың, бірақ біз емес. Біз Мұсаның жолын ұстанамыз. Ал енді мына адамға келетін болсақ, біз оның қайдан келгенін де білмейміз. Сендер не? Мұны шынымен айтып тұрсыздар ма? Оны кім екенін білмейсіздер ме? Зағиптың көзін ашқан адам туралы бұрын естімеппедіңіздер? Айтып тұрмын ғой. Ол мені сауықтырды. Егер де Құдайдан келмесе, ол ештеңе істей алмас еді. Күнәһарлығынан соқыр болған сен, бізді үйретпексің бе? Жоғал! Мынаны мәжілісханадан шығарпастаңдар. Мен бұл кереметті көре аламын. Мен аспанды, бұлттарды, ұшып жүрген құстарды көре аламын. Мен көре аламын. Иса сонда түнімен болды ма? Иә, мінәжат етті. Сағындың ба? Неге? Қайықты, Галилеяны. Кейде отбасымды сағынамын. Бірақ әйелімнің асын аңсамаймын. Сондықтан да оның асы үшін сағынбаймын. Қайығым, еркіндік, теңіздің көкжиегі, осылар маған жетіспейді. Қайтып келген кезде сен оларды бағалайтын боласың. Біз қайтып оралмаймыз. Біз өзіміздің бұрынғы өмірімізге ешқашан қайтып оралмайтынымызды білеміз. Құдайдың жоспары осындай. Мен сендерді сапарға аттандырамын. Жолға сендер екі-екіден аттанасыңдар. Сендер халықтарға Құдай патшалығы туралы ізгі хабар таратасыңдар. Бәріне Құдай патшалығы жақындап келе жатқанын жеткізесіңдер. Ұстаз, біз бәрін тастап сенің соңынан ердік. Иә, Петр, дұрыс айтасың. Дәл солай. Кімде-кім мен және Інжіл үшін үйін, бауырларын немесе әке-шешесін, әйелін не балаларын тастап шығатын болса, онда ол 100 есе көп нәрсеге ие болады. Және қудалау көрсе, соңында мәңгілік өмірге ие болады. Сауықтырыңдар, жын буғандарды тазартыңдар, өлгендерді тірілтіңдер, жындарды қуыңдар, тегін алдыңдар, тегін беріңдер. Мен сендерді қасқырлардың арасына қой секілді жіберем. Сондықтан жыландай көреген көгершіндей ақ көңіл болыңдар. Сендерді бәрібірдей қабылдай бермейді. Мені адамдар алдында мойындаған әркімді мен де көктегі әкемнің алдында мойындаймын. Бірақ менен жұрт алдында танған әркімнен мен де көктегі әкемнің алдында танбақпын. Өміріне өзі иелік еткен әркім одан айырылады. Ал өмірін мен үшін қиған, оған мәңгі иелік етеді.
Кім сендерді қабылдаса, соның мені қабылдағаны. Ал кім мені қабылдаса, оның мен жібергенді де қабылдағаны. Сөйтіп, біз оның өсиеті бойынша екі-екіден ізгі хабар таратуға аттандық. Адамдардың көпшілігі бізді қуана қабылдады. Адамдар Галилеядан, Иерусалимнен, тіпті Йорданның арғы жағынан келіп жатыр. Бүкіл дүние жүзі Назареттің Исаның соңынан еріп жатқандай. Сен мұны енді ғана байқадың ба? Енді не істесек екен? Соны ойлап тұрмын. Бізге қол қусырып қарап отыруға болмайды. Зира мырза! Не болды? Не? Мәжіліс болып жатқанын көрмей тұрсың ба? Не боп қалды? Мазалағаныма кешіріңіз. Адамдар бір әйелді зинақорлық үшін қылмыс үстінде ұстап алыпты да, осында алып келіпті. Ондан етір екен, заңды білесің ғой, оны тас атып өлдірсін. Жақсы. Сонымен мұны Айсаға не істесек екен? Соның кесірінен адамдар біздің ықпалымыздан шығып барады, бізден кетіп барады. Тоқтаңдар, кері қайтыңдар. Сен қайда кеттің? Бұл өте маңызды. Зинақор әйел, оны осында алып келіңдер. Бұлай етсекші. Аузыңды сәл жаба тұрш, менде бір ой бар. Кеттік. Көңілдерің тыныштық табады, себебі жүктейтін міндеттерім жеңіл. Айтшы, мұнда қандай мағына бар? Иса соқырлардың көздерін ашады. Онда біз де оның соңынан еріп жүргендердің көздерін ашуға тиіспіз. Кет бұлай тұрыңдар, жолдан бұлай тұрыңдар. Ұстаз, мына әйел. Оны қылмыс үстінде ұстадық. Ол зинақорлық жасады. Сен білесің ғой, Мұсаның мұндайларға не істеуді өсиет еткен, олар таспен атуды бұйырды. Сонымен ұстаз, сен не айтасың? Араларыңда кімде-кім күнәсіз болса, сол әйелге бірінші болып тас лақтырсын. Тездетіңдер. Әйел, әлгі айыптаушыларың қайда? Ешкім үкім шығарған жоқ па? Жоқ, ешқайсысы да мырза. Мен де саған үкім шығармайым. Бара бер, бұдан бұлай күнә жасама. Рахмет. Бұл туралы не ойлайсың? Бұл туралы не ойлайым? Қарашы, ол оның бар күнәсін кешірді. Оның жүрегі тыныштыққа кенеліп, мүлде басқа адамға айналды. Сен екеуміз осы кереметтің куәсі болдық. Оның өмірі жаңа арнаға түсті. Не деген ғажап. Бұл адаммен өзім сөйлесіп көргім келеді.
Никодем мырза? Мен ұстазбен кездесіп, әңгімелескім келеді. Ұстаз, мен сіздің Құдайдан келген мұғалім екеніңізді білем. Себебі сіз жасаған керемет істерді Құдайдың қолдауынсыз ешкім де жасай алмайды. Мен сенің соңынан ергендердің жүректеріндегі Құдайдың әрекетін сенен көріп тұрмын. Маңызды шындықты айтайын. Кімде-кім судан және киелі рухтан туылмаса, Құдай патшалығын көре алмайды. Бірақ есейген адам қалай қайта туылады? Тәннен тән туады. Рухтан рух туады. Бірақ бұл қалай болады? Сен Исраилдің дін мұғалімі бола тұра осыны білмейсің бе? Никодем, саған өз жүрегіңде жоғарыдан қайта туылу қажет. Ол адамдардың тәнін ғана емес, жандарында емдейтінге ұқсайды. Оған тіпті кейбір басшылардың өздері құлақ асатын секілді. Оның даңқы халық арасына кең тарап, оны тыңдау үшін адамдар шар тараптан келіп жатты. Кейде қарындарын тойдыру үшін де келетін. Ол барлығын тамақтандырды. Олардың алыс жол жүріп шаршап келгендерін білген Иса 5 күлше нан мен 2 балықты алып, 5000-нан астам адамды тамақтандырды. 5000? Иә, ал тағы бір жолы 4000 адамды. Осыдан кейін адамдар оны Исраилге патша етіп тағайындамақ болды. Шынымен де, бұл уәде етілген пайғамбар. Мұндай кереметтерді одан басқа кім жасай алады? Сондай билікпен сөйлейді. Ол құтқарушы, Исраилдің патшасы. Біз күтіп жүрген құтқарушы, Иса! Шәкірттерінің көбі бұл ойды қуана қабылдады. Құтқарушы патшамыз! Ем, біз Иерусалимге баруға тиіспіз. Сенің атағың барлық жерге таралды. Иә, біз Иерусалимге барамыз. Тамаша! Сол жерде мен көп азап шегуге тиіспін. Дін мұғалімдері мен бас діни қызметкерлер менен бас тартады. Жоқ. Және сонда мені өлтіреді. Жоқ, ем, жоқ. Бірақ үшінші күні мен қайта тірілем. Шәкірттерінің естейін дегендері бұл емес еді. Олардың кейбірі Иса жер бетінде патшалық құрат деп ойлады. Бірақ Исаның міндеті басқа болатын. Қайсың ең бастыларың болғың келсе, сол сендерге құл іспетті қызмет ете берсін. Мен өзіме қызмет еткізуге емес, өзім қызмет етіп көптеген адамдардың азаттық төлемін өтеу үшін жанымды қиюға осы дүниеге келдім. Бұған біреулер таңданды, екіншілері қапа болды, ал кейбіреулері ренжіді. Исаның ілімінің көптісі адамдардың түсінігіне ауыр еді. Жауларыңды жақсы көріңдер. Өздеріңді жек көретіндерге жақсылық жасаңдар. Араларыңда кейбіреулер маған нан мен балық жеп, қарындары тойғандықтан еріп жүр. Өткінші тамаққа емес, мәңгілік өмір беретін рухани нәрге ұмтылыңдар. Оны сендерге көктен келген мен ғана бере алам. Көктен түскен тірі нан менмін. Одан жеген әркім мәңгілік өмірге ие болады. Бұл нан менің денем. Оны адамзат шынайы өмірге ие болсын деп. Кейбір шәкірттері оның ілімінен бас тартып кете бастады. Себебі олар Исаның жер бетінде патшалық құрғанын қалайтын еді. Ал шайтанның азғыруына түскен 12 шәкірттің бірі бәрін өз қолына алуға талпынды.
Онда келістік. 30 күміс теңге. Исаны мен сендерге ұстап беремін. Біз абай болуға тиіспіз. Исаның халық арасындағы беделі зор. Халықты оған қарсы қоюға болатындай қолайлы жағдайды күтуіміз қажет. Кім? Ол кім? Бұл Иса, Назареттік Иса. Керемет орындалды ма? Сорлылар, ол сорлыларды жұбатуда. Және де оларға шабыт беруде. Жағдай бақылауымыздан шығып барады деп айттым ғой. Бұл тауарың өз ақшасына тұрмайды. Не ал, не жүре бер. Сұмдық қой. Бұл 2 теңгеге татымайды. Айттым ғой, ақшаң жоқ, құс та жоқ, құналарың үшін құрбандық та жоқ. Келесі. Тезірек, әрекет жасау қажет. Бірақ мен көгершіндерімді құрбандық үшін әкелдім ғой. Мен оларды сатып ала алмаймын. Құрбандық шалуға рұқсат етілетін жануарлар осында сатылады. Не үшін? Өйткені барыс жылдар солай деді. Ал енді ақшаңды төле. Тәңірім. Неліктен? Неге бұлай істедіңдер? Әкемнің киелі үйін сауда орнына айналдырмаңдар. Бұл сыйыну үйі. Менің ақшам. Алып тастаңдар. Бұл жерден бәрін шығарыңдар. Қалай ғана сендер киелі үйде адамдар арқылы пайда көресіңдер. Құдайдан қорықпайсыңдар ма? Жоғалтыңдар бәрін. Тоқта! Тоқта! Мұнда не болып жатыр? Не? Киелі жазбаларда менің киелі үйім мінәжат ететін үй. Ал сендер оны қарақшылар ордасына айналдырдыңдар. Назареттік Иса! Сен мұны қандай билігіңе сай істеп жатырсың? Қандай? Мына ғибадатхананы қиратыңдар. Мен оны 3 күнде қайта тұрғызып берем. Не? Бұл ғибадатхана 46 жыл бойы салынған. Ал сен 3 күнде қайта тұрғызбақсың ба? Ақмақ! О, қасірет! Қасірет сендерге парызшылдар! 200-ділер! Сендер әктелген молаларға ұқсайсыңдар. Сырттарыңнан әдемі болып көрінесіңдер. Бірақ іштерің өліктердің сүйектері мен шіркке тола. Қасірет сендерге! Өздеріңнің заңдылықтарың мен адамдарды Құдай патшалығына кіргізбейсіңдер. Өздерің де сол заңдарды орындамайсыңдар. Ең маңызды адалдық пен мейірімділікке көңіл бөлмейсіңдер. Ей, Иерусалим, Иерусалим-ай, пайғамбарлар тұратын, өзіне жіберілгендерді таспен атқылайтын. Балапандарын қанатының астына алатын құс сияқты, мен де сенің халқыңды қанша рет жинамақшы болдым. Бірақ сендер оны қаламадыңдар.
Бұған шыдауға болмайды. Біздің билігімізге қауіп төніп тұр. Әрекет ету керек. Біздің әрекетсіздігіміз Исаға пайдасын тигізуде. Израиль халқы жолдан тайып жатқанына қарап отыра береміз бе? Оның ілімі біздің ілімімізге еш қайшылығы жоқ. Келісемін. Оның ілімі миға қонымды. Қонымды? Сендер халықты қалай толық тұрған көрмедіңдер ме? Бірақ біз жануарларды сатуымыз шектен тыс екенін мойындауымыз керек. Халыққа бұл ұнамайды. Бұл жаңалық емес. Мүмкін. Бірақ мәжілісханадағы мына жағдай ертең одан не күтуге болады? Сонымен, егер мен дұрыс түсінсем, ол өзін Яхуди патшасымын дей ме? Кешірім өтінемін, Қайафа. Оған бұл мансапты өзінің жолын қуушылар берген. Солай болғанда да, ол өзін опасыз ететін бұл атақтан бас тартқан жоқ. Басқа мүмкіндікті қарастырып көрейік. Таңдалған бүкіл халық қырылғанша, бір адамның өлгені жақсы болады. Сенімен келісемін. Мен де Назареттік Иса халқымызға тек қана кесірін тигізеді. Одан құтылуымыз керек. Бір ыңғайы келген сәттен ақ. Мәжілісханадағы жағдайдан кейін біз оның қайда кеткенін де білмейміз. Бірақ оны тауып алатынымызға сенімдімін. Осы істі қолың ал. Жоқ, ұстаз. Бұл малайлардың атқаратын ісі. Ол саған лайық емес. Шимон Петр, маған ұстаз ием дейсің. Айтқаның дұрыс, себебі мен солмын. Егер мен иелерің және ұстаздарың бола тұра, аяқтарыңды жусам, сендер де бір-біріңе солай қызмет етулерің керек. Мен сендерге қалай қызмет етсем, сендер де солай қызмет етсін деп үлгі көрсеттім. Менің шәкірттерім екендеріңді адамдар бір-біріңе деген сүйіспеншіліктеріңнен білетін болады. Бүгін сендермен бірге екеніме қуаныштымын. Ұстаз, не болды? Біреуің маған опасыздық жасайсың. Не? Ол не айтып тұр? Ұстаз, ол мен емеспін бе? Арамызда шын біреуді сатқын бар ма? Мен емеспін бе? Бұлай болуы мүмкін бе? Ұстаз, ол кім? Мен емеспін бе? Мына нанды кімге берсем сол? Ол маған опасыздық жасайды. Ойға алғаныңды тезірек іске асыр. Алып, жеңдер. Бұл сендер үшін құрбан болған денем. Мынау көптеген адамдар үшін төгілетін менің қаным. Ол күнәлардың кешірілуі үшін төгіледі.
сонымен ол қайда? Бүгін түнде бәрің менен безіп кетесіңдер. Себебі бұлай жазылған. Бақташыны ұрып өлтіремін. Сонда отарындағы қойлары бытырап кетеді. Бірақ қайта тірілгеннен кейін сендерді Галилеяда күтемін. Бәрі сізден безіп кетсе де, мен безіп кетпеймін. Ешқашан. Петр, Әзәзіл шайтанға сендерді сынақтан өткізуге жол берілді. Сенімің таусылмасын деп, сен үшін мінәжат еттім. Құдай жолына қайтқаннан кейін бауырластарыңның сенімін нығайтатын бол. Мен сіз үшін өлуге дайынмын. Петр, осы түнақ әтеш шақырғанша, сен менен 3 рет бас тартасың. Ешқашан! Ешқашан! О, әкем, егер сен қаласаң, осы тостағанды маған жолатпай алып кете көр. Бірақ менің емес, сенің еркің. Сенің еркің болсын. Ұстаз? Уақыт жетті. Маған опасыздық жасаушы осында. Не болды? Яхуда? Мұнда не болып жатыр? Яхуда, тоқташы. Жасақшылар мұнда не істеп жүр? Ұстаз. Яхуда, мені сүйе тұра опасыздық жасайсың ба? Не болып жатыр? Иса, жоқ! Кімді іздеп жүрсіңдер? Назареттік Исаны! Ол менмін. Мені тұтқындауға, қарақшыға қарсы аттанғандай семсермен сойыл алып шыққандарыңыз қалай? Күнде ғибадатханада болғанымда маған қол көтерген жоқсыздар. Бірақ жазба орындалуға тиіс. Тоқтаңдар, не болып жатыр? Оны жайына қалдырыңдар. Оған тиме, кетіңдер, оны жіберіңдер. Жоқ! Петр! Одан бұлай тұрыңдар! Жіберіңдер мені! Семсеріңді қынабыңа сал! Әкем маған дереу 12 әскери бөлімнен астам періштелерін жібермейді деп ойлайсың ба? Сауығып кет. İsa! 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 İyim! İsa!
расында көт. Сен қайда барасың? Не болып жатқанын біліп келейін. Жохан! Жохан! Яхуда! Сенің бұл айыптауларға қарсы айтар ештеңең жоқ па? Жауап бер! Мен ғибадатханаларда ашық түрде уағыз айттым. Мен жасырын ештеңе жасаған жоқпын. Менен сұрама. Мені тыңдағандардан сұра. Иса! Бастың қызметшіге бұлай жауап беруге пәтің қалай барады? Егер мен бір нәрсені дұрыс айтпасам, оны айт. Ал егер олай болмаса, мені не үшін ұрасың? Қаяфа, жетеді. Жетеді. Келіңдер, істің байыбына барайық. Мұнда жиналғандар саған ауыр айып тағуда. Олар сенің өзіңді Құдай ұлы деп атайтыныңды айтты. Турасын айт. Сен тірі Құдайдың ұлы Мәсіхсің бе? Бұл мен. Менің билеуші ретінде құдірет иесінің оң жағында отырғанымды әрі аспандағы бұлттармен келе жатқанымды әлі-ақ көретін боласың. Тыныш! Тыныш! Бізге куәгерлердің қажеті қанша? Құдайды қорлағанын естідіңдер ғой. Сендерге қалай? Тоқтай тұршы, сен оның шәкірттерінің бірі емес пе едің? Жоқ. Жоқ. Мен сені оның жанынан көргенмін. Шын айтам, мен бұған сенімдімін. Сен мені біреумен шатастырып тұрсың. Сол, сен Галилеял, әлгі Исаның шәкіртісің. Дәл өзі, бақшада онымен жүргеніңді көргем. Айтып тұрмын ғой сендерге. Мен бұл адамды білмеймін. Ант етемін. Мен оны білмеймін.
заң былай дейді. Өлім. Рим заңдары біздің өлім жазасын орындауымызға тыйым салатынын білесіңдер ғой. Бірақ римдіктерге тыйым салмайды, оны Пилатқа апарайық. Өтінемін, маған онымен сөйлесуге рұқсат беріңдер. Жарайды, өте берсін. Мен кінәсіз адамға қастық жасадым. Қайтып алыңдар. Мен кінәсіз адамға қарсы күнә жасадым. Біздің шаруамыз қанша? Мен күнә жасадым. Жохан! Исаға бір нәрсе болды ғой, солай ма? О, ұлым менің. Оны Понтий Пилатқа алып кетті. Ол кім шығарады? Мені сонда апаршы. Сендер оны маған алып келіп, оның заңды бұзғанын айттыңдар. Мен оны тергеп, ешқандай кінә таба алмадым. Ал сендер оны жазалауымды талап етіп тұрсыңдар. Сол себептен ол жазаға тартылады. 38, 39, 40. Жіберіңдер оны. Алып жүріңдер, Пилат оны көргісі келеді. Тоқтай тұрыңдар, оның тәжін ұмыт кетпеңдер. Міне, сол адам. Олар неге сені соншалықты жек көреді? Әдетте, мереке кезінде біз тұтқындардың бірін босатамыз. Не дейсіңдер? Құтқарушы аталып жүрген Исаны босатайын ба? Иса! Әлде Барабаны ма? Барабаны, баршылдар сіздің барабаны босатқаныңызды қалайды. Барабаны, ұмытпаңдар, барабаны босатқанын қалайды. Екеуінің қайсысын жібергенімді қалайсыңдар? Барабаны босатыңыз. Ал мына адамды қайтемін. Өзін құтқарушымын деп жүрген мәскен естеймін. Айқышқа керілсін. Бірақ не үшін? Ол қандай жамандық жасады? Біз заң бойынша өмір сүреміз. Және ол заңға сай өлуі тиіс. Себебі ол өзін Құдайдың ұлымын деп жариялады.
қайдан келдің? Менімен сөйлескің келмей ме? Сені айқышқа керіп, босату менің билігімде екенін білмейсің бе? Егер де бұл жоғарыдан берілмегенде, сен менің үстімнен билік жүргізе алмас едің. Сондықтан, мен саған әкелген адам үлкен күнә жасады. Айттым ғой, оның бойынан еш күнә таба алмай тұрмын. Ол өзін патшамын деп атайды. Сосын? Бізде Рим билеушісінен өзге патша жоқ. Және сен Исаның өзін патша деп жариялауы мемлекетке жасалған опасыздық екенін білесің. Бұл адамның қанының төгілуіне мен кінәлі емеспін. Себебі оның бойынан ешқандай күнә тапқан жоқпын. Естеріңде болсын, бұл әділетті адамның қанына мен кінәлі емеспін. Осыны ұмытпаңдар. Ұлым менің. Оның қаны біздің және біздің балаларымыздың мойнында. Жазылған ғой. Оны адамдар менсінбей жалғыз қалдырды. Және көп қасірет шегіп жұртқа жиренішті болды. Алайда Құдайдың қызметшісі біздің күнәларымыз үшін түйреліп, біздің әділетсіз істеріміз үшін құртылды. Ал біз оны Құдай жазалап жатыр деп ойладық. Ал жаратқан ие бәріміздің күнәларымызды қызметшісінің мойнына артты. Біздің әділетсіз істеріміз үшін жазаланды. Және оның жараларының арқасында сауықтық. Біз сауықтық. Бәріміз адасқан қойлардай тентіреп, өз бетімізбен жүрген едік. Ал жаратқан ие бәріміздің күнәларымызды оның мойнына артты. Өзгелерді құтқарыпты ғой. Ал өзіне көмектесе алмайды екен. Айқыштан түсіп келсін, сонда ғана біз оған сенеміз. Егер Құдай оған разы болса, қазір құтқарып алсын. Ол өзін Құдайдың рухани ұлымын демеп педі. Әке, оларды кешіре көр. Олар не істеп жатқандарын түсінбейді. Сен мәсіх емессің бе? Өзіңді және бізді құтқарсаңшы. Тыныш. Әлде сен Құдайдан қорықпайсың ба? Тіпті қазір ме? Біз қылмыскерміз. Соған лайық жазамызды алдық. Ал ол ешқандай жаманшылық істеген жоқ. Иса, патшалығыңызға кіргенде мені есіңізге ала көріңіз. Саған шындығын айтайын. Бүгін ақ менімен бірге жұмақта боласың. Ол айқышта 3 сағаттай азап шеккеннен кейін тал түсте
әдеттен тыс оқиға орын алды. Өкіл жерді 3 сағатқа дейін қараңғылық басып тұрды. Анашым, бұл сенің ұлың, ал ол сенің анаң. Әке, неге сен мені қалдырдың? Орын далды. Әке, сенің қолыңа рухымды тапсырамын. Иса жан тапсырған кезде жер қозғалып, таулар шайқалды. Киелідегі шымылдық қақ айырылып, екіге бөлінді. Бұл адам шынымен де әділ адам болған екен. Әлгі алдамшы Иса тірі кезінде былай деп еді. 3-ші күні қайтадан тірілемін деп, алданып қалмас үшін қабір басына күзет қоюға және есіктегі тасқа мөр басуға бұйрық бер. Әйтпесе шәкірттер түнде оның денесін ұрлап әкетіп, халыққа Иса өлімнен қайта тірілді деп жүрулері мүмкін. Келісемін. Барып білгендеріңше күзетіңдер. Үш күн! Оны еске салмашы. Бұл қабірді 3 күн күзетуге тиіспіз. Басқа өлген адамдарды күзетпейміз ғой. Ал мұнаны күзетуімізге тура келеді. Мұның бәрі адамдардың ол өліден қайта тіріледі деген соқы сенімдерінің кесірінен. Адамдар қайта тірілуші ме еді? Біз дәл осы үшін шәкірттерінің бірі мәйітін ұрлап алып, содан кейін ол қайта тіріліп кетті деп жүрмеу үшін осында тұрмыз. Әрине, ешкім өліден қайта тіріле алмайды. Жер тербеліп тұр. Жер сілкініп жатыр. Мен білмеймін. Ұйықтамадың ба? Саған ұйықтау керек. Маған тыныштық керек. Мен одан бас тарттым. Мен опасыздық жасадым. Біз бәріміз қорқып кеттік. Оған қалай ұялғанымды айтқым келеді. Өкініштісі, біздің бұл жерде екенімізді ешкім білмейтін шығар деп едім. Мүмкін бұл. Барып көрейін. Жақып, жоқ. Мәриям! Мен оны көрдім. Кімді? Ұстазды. Мен оны көрдім. Ол тірі. Не дейді? Дәл өзі айтқандай. Ол қайта тірілді. Ол шынымен тірілді. Қабірде денесі жоқ болып шықты. Бірақ қалай? Қабір бос қалыпты.
бәдес тұр, бірақ денесі жоқ. Иса жоқ болып кетіпті. Дәл сол күні Иса шәкірттерінің кейбіріне көрінді. Біз оны көрдік, сөйлестік. Айтып тұрмын ғой, бұл мүмкін емес. Мен оның қолдарынан шегелерінің орнын көрмесем, бүйіріндегі тыртығын қолыммен ұстамасам, оның тірілгеніне еш сенбеймін. Тыныштық болсын. Менің қолыма саусақтарыңды тигізіп қара. Ал енді қолыңды созып, алақаныңды бүйіріме қой. Және сенімсіз болмай, сенімді бол. Ием менің, Құдайым менің. Тома, сен мені көргендіктен маған сеніп тұрсың. Ал мені көрмесе де, сенетіндер бақытты. Шимон Петр, сен мені жақсы көресің бе? Ием, сен менен 3 рет сұрадың. Сен бәрін де білесің. Сізді жақсы көрем. Менің қойларымды бақ. Шимон Петр, жас кезіңде сен беліңді өзің байлап, қалаған жағыңа бардың. Ал қартайғанда қолыңды созып тұрасың. Сонда басқа біреу беліңді байлап, барғың келмеген жаққа еріксіз ертіп кететін болады. Барасың ба, Петр? Мен үшін барасың ба? Я, ем, сен қайда бар десең, мен соңынан қуанышпен ерем. Ем, ал жоқанше, онымен не болады? Ол туралы уайымдама. Егер қаласам, мен қайтып келгенше ол осында болады. Онда сенің не шаруаң бар? Мен жүрген жолмен жүр. Осыдан кейін олардың көбі әлгі шәкірт өлмейді, дұрысын айтқанда өз дұшпандарының қолынан өлмейді деп есептей бастады. Сонымен бұл... Сен бе? Ие, ал қалғандары азапталып өлтірілді. Әрқайсысы Исаның хабарын басқа елдерге таратты, және олар Исаны танысын деді. Бұл әрине олар үшін оңайға түскен жоқ. 12 шәкірттен жалғыз мен ғана қалдым. Оның сүйіспеншілігі мен кереметтерінің куәгерімін. Ол бізге былай деген еді. Барлық халықтарға барыңдар. Менің хабарымды жеткізіңдер. Кім мені қабылдаса, сол құтқарылады. Және мен оны қабылдап, жан дүниесінен орын аламын. Естеріңде болсын, мен бұл дүниенің ақыр соңына дейін, әр күні өздеріңмен бірге болам. Сонымен көрдіңдер ғой, өз көзіммен көргендерімнен қалай бас тарталамын. Жүрегімде мен мұның шындық екеніне, Иса Мәсіхтің менің және сендердің тағы бүкіл дүниенің күнәсі үшін өзін өлімге қиған Құдайдың рухани ұлы екеніне сенемін. Ол өлімнен қайта тірілді. Ал енді сендер осы оқиғаны естідіңдер. Осыған сенесіңдер ме?